Alhamdulillah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Бүгінгі тақырыбымыз жұма намазына қатысты, жұма күннің қасиетіне, қадір қасиетіне қатысты. Жұма күні білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистеріне сүйене отырып, қасиетті екендігі анықталған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде жұма күні Адам алейхиссалам жаратылды. Сол жұма күні жәннаттан шығарылды, әрі жұма күні тәубесі қабыл болды, қияметте жұма күні болады деп айтқан. Yani екінші бір хадисінде бір жұма мен екінші жұма намаз екеуінің арасындағы күнәлардың баршасын жойып жібереді деген. Yani шынайы ықыласпен еш нәрсе бүлдірместен барып оқыған адамның күнәларының баршасы жойылып кететіндігі хадис шарифте белгілі. Ал енді жұма намазы кімдерге парыз? Осы мәселеге келсек. Жұма намазы бір кісіге парыз болу үшін мына шарттар міндетті түрде оның бойында болу керек. Яғни біріншісі мұсылман адам болу керек. Одан кейін ақыл-есі дұрыс болу керек. Және балиғат жасына жеткен болу керек. Және ер кісі болу керек. Одан кейінгісі жолаушы болмау керек ол кісі. Яғни тұрғылықты адам болу керек сол жер. Және ауруда болмау керек. Ауруға байланысты келе алмай қалатын болса, ол да бір себеп болып есептеледі. Енді ер кісілерге парыз деп отырмыз. Әйел кісілерге бұл парыз емес жұма намаз. Бірақ өз еркімен келем деуші әйел кісілер болатын болса, оған рұқсат етіледі әрине. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде әйел кісілерді мешіттерден тыймаңдар деп айтқан. Соның үшін әйел кісілер қаласы келе алады. Бұл жұма намаздары оқылу үшін белгілі бір тағы шарттар қойылған. Бұл қандай шарттар? Біріншісі, қалалы жер болу керек жұма намаз оқылу үшін. Енді қаланың шарты бар шариғатымызда, әкімі бар, базары бар және мешіті бар жерлердің баршасы қала үкіміне кіреді шариғатымыз бойынша. Немесе екінші бір пәтуасы, имам Мұхаммедтің пәтуасы бұл. Егер сол жердің тұрғындары мешітке кірген уақытта мешітке сыймай қалатындай дәрежеде көп адам болатын болса, онда жұма намазы ол жерде оқыла береді, қаланың үкіміне кіреді деп айтқан. Бұл бірінші шарт. Яғни қалалы жер болу деген. Екіншісі, мешіт болу керек ол жерде. Ол мешіт бүкіл халыққа ашық болу керек. Белгілі бір халыққа ғана ашық, қалған кісі кіре алмайды десе, немесе бір жабық жер болып, түрме секілді бір жер болатын болса, ол жерде жұма намаз оқылмайды. Ішінде өздері мешіт қылып арнайы жасап алған болса да. Мешіт болу керек, халықтың баршасына ашық болу керек. Бұл шарт. Ол мешітке тағайындалған арнайы имам болу керек. Егер арнайы имам жоқ жер болатын болса, бір ауыл ол жерде имам болмаса, онда жұма намаз оқи алмайды. Яғни шартқа сай келмейді деген сөз. Одан кейін ең кемі 3 адам жамағат болу керек. Имамнан бөлек 3 адам болу керек. Бұл жамағат болып есептеледі. Одан кейін песін намазының уақытысы кіру керек. Сосын құтпа оқылу керек. Бұл шарттарынан. Бұл шарттар орындалмай қалатын болса да, онда жұма намазы дұрыс болып есептелмейді. Жұма намазы тура песін намазы секілді 10 рекағаттан тұрады. Бірақ ерекшелігі алдында 4 сүннет, ортада 2 парыз, соңынан тағы 4 сүннет болып есептеледі. Жамағатпен оқылуы міндетті болғаны 2 рекағат парыз еді. Сол 2 рекағат парызды жамағатпен оқыған кісі жұма намазын қатысқан намазы дұрыс болып есептеледі. Ал кейбір жағдайларда осы 2 рекағат парызға үлгермей қалатын кісілер болады. Бірінші рекағатына үлгермей, екінші рекағатқа келген кісі имамның сәлем бергенін күтіп отырады. Имаммен бірге отырып ат-тахиятта, имам сәлем берген уақытта тұрып қалып кеткен бір рекағатын жалғастырады. Немесе қай жерінен келіп қосылса да үлгермеген толықтастыру міндетті өзі. Осы нәрсені ұмытпау керек. Ал жұма намазына мүлдем үлгермей қалды. Келген уақытта имам сәлем беріп, жұманы бітіріп қойған болса, ондай адам сол күннің песін намазын оқып алады. Мінекей бұл жұма намазы әрбір мұсылманға міндеттелгендіктен осы 2 рекағат парызға үлгеруге тырысу керек адам. Алла Тағала баршаларыңыз ниеттеріңіз қабыл, мұраттарыңыз асыл етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.